мен лидерлері кәдімгі мойын бұратын үлкен бір күштік одақ болу керек. Сонда осы одаққа кіретін түркілес мемлекеттердің барлығын тағдырын өзгертетін және осы одақтың түбінде Еуроодақ сияқты болмаса НАТО сияқты тағы сондай үлкен әлемді билеп тұрған қатарында болмақ. Мысалы осы Алматының өзінде бір кезде жалғыз ақ мектеп болып, одан кейін 3 ақ мектеп болып, балаларымызды сол қаланың ана басынан ортасына дейін өзіміз тасып жүріп оқытқанбыз қазақ мектебіне апарып. Ал енді қазір қандай? Мысалы Алматының өзінде 77 қазақ мектебі бар екен, мемлекеттік кәдімгі қаржыландырумен шығатын. Содан кейін мына Таза Қазақстан жобасын мен президенттің ерекше қолдаймын. Өйткені біз қазір біздің жеріміз бай, әлем бойынша 9-шы территориясы 9-шы орында тұрған ел. Және ол кісі бұны мықты айтыпты, идеологиялық, керек десеңіз идеологиялық бағдарлама бұл деп мен толық келісемін. Ұлы жеңіс деп атады, 80 жыл толады. Ал бұрыннан біздің бәріміз өз оқытын алған Ұлы Отан соғысы термин бар тұр. Оны айтқан жоқ. Немесе екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғаны 80 жыл деген жоқ. Ал Европа сөйтіп нағылып жатыр. Ал ол тек қана бар болғаны ұлы жеңіске 80 жыл. Біз енді атап өтеміз. Даже Астанада әскери парад болады. Оған қазір күн шыға шылай сала дайындық болады. Бұл қарап отырсаңыз қазір журналистерге, қоғамданушыларға, тарихшыларға беріп отырған бір бағыттама. Емес, телеарна емес, ең алдымен осы баспасөзге сұхбат бергені. Бұл жаңағы қоғамда көп айтылатын кертартпа стереотип, газет, қағаз газет, күні қараң, ертең күн көре алмай қалады, өліп жатып жабылып қалуы ықтимал деген сондай тоң-теріс кертартпа көзқарастарға тойтарыс берген бір жауап болды деп айтуға болады. Газет өлмейді, газет ең алдымен архив. Жаңа Қазақстан дейтін жоба, жалпы президентіміздің бір бізді елімізді көркейтуге арналған жоба, табиғатты көркейтуге арналған жоба, таза Қазақстан, оның ішіне орман алқаптарды көркейту, бәрі керек тазалықтың ішіне, тіл тазалығы, жан тазалығы, бәрі керек, ауаның тазалығы, бәрі керек. Сондықтан осы жобаға мен президентке қай кезде де алғыс айтуым керек. Президенттің біздің газет журналдарды қолдағанына өте риза болдым. Қазақ басылымдарын қолдау деген ол осы күнге дейін ондай қаралмаған, мына президенттің сөзіндегідей бүгін пікірінде айтылмаған. Президенттің айтқан сөзі, президенттің айтқан ойлары әсіресе қоғамдағы елдегі толғандырған мәселелерге жауап ретінде айтылған қоғамдық пікірлері шын мәнінде осы бүгінгі уақыттың, бүгінгі біздің заманымыздың қазақ қоғамының елінің алдында тұрған үлкен мәселелерді байыпты жауап ретінде атап өтуге болады.